Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Алматы облысы Алакөл ауданы Жанама қазақ орта мектебінің педагог-психологы Нұрахметова Анаркөл Жұмағалиқызы. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында төтенше жағдай енгізілуіне байланысты мектеп оқушылары қашықтықтан оқыту режиміне өткені бәрімізге белгілі. Қазақстан аумағында ғана емес, әлемге мәселе отырған осы сәтті қорқыныш деп қабылдамай, ата-ана мен баланың жақындасу деп қабылданғанымыз жөн деп ойлаймын. Сол себепті уақытты тиімді пайдалану үшін мен сіздермен қозғағалы отырған тақырыбым есте сақтау қабілетін жақсарту. Есте сақтау қабілеті ол тылсым дүние. Ол үрдістің қалай іске асатыны толық белгілі емес. Ми кейде бізге керекті ақпараттарды кейде ұмытып жатады. Немесе адамда есімдерді, жерлерді есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Есесіне сандарды есте сақтауда қиындықтар туындайды. Бұған ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Себебі бұны жаттықтыруға болады. Адамның миы адамның бұлшықеттері сияқты жаттықтырмаса әлсіз келеді. Сондықтан күнделікті жаттықтырудың арқасында есте сақтау қабілетін дамытуға болады. Сондықтан мен сіздерге осы есте сақтау қабілетін дамытудың бірнеше тиімді жолдарын ұсынамын. Есте сақтау қабілетін жақсарту үшін ғалымдардың айтуы бойынша адам баласы естіген сөздерінің 30%-ын 20 минут ішінде, 50%-ын жарты сағат ішінде жылдам ұмытып кетеді екен. Ендеше назарларыңызға есте сақтау қабілетін дамытатын ережелер тізімін ұсынамын. Жаттығу, кроссвордтар мен түрлі логикалық есептерді шешіп, немесе қара өлең атауларын жатқа оқып, шет тілдерінен сабақ алу есте сақтау қабілетінің ең мықты қалыптасуының себепкері екен. Бұл миға жұмыс берудің ең оңай тәсілі саналады. Жүзім шырыны. Егер біздің ағзамызға осы бір сусынды сіңірер болса, есте сақтау қабілетіміз 20%-ға жоғарылайды. Ескертетін жайт, шырын күлгін түстес болу қажет. Оның құрамында миға пайдалы оксидонттардың үлесі зор. Физикалық белсенділік. Жүгіру мен жүру би жаттығуларына қатысып, неғұрлым денені көбірек қозғалтатын әрекетке бару есте сақтауды күшейтеді. Мұндай қарқындылық миға батына кислород түсіріп, өз әсерін беретін көрінеді. Дауыстап сөйлеу. Әдетте ақпараттарды дауыстап қайталап отырсақ, ол жазу процесіне қарағанда жиі есте сақталады. Мәселен, телефон нөмірі, мекен жайы, немесе есімдер тізімі. Ұйқы денсаулық кепілі. Ұйқы процесі жақсы адамдар ұзағырақ өмір сүретін көрінеді. Ұйқы кезінде біздің ағзамыз тыныштыққа құрылады. Ұйқы уақытында гормондар көлемі жылдам өзгеріске түсіп отырады. Ұйқысы жақсы адамның есте сақтау қабілеті өте қатты дамыған. Релаксация, медитация, йога, массаж секілді адам ағзасын тыныштыққа бөлейтін іс-әрекеттер бұл тарапта өз септігін тигізеді. Көздің жаттығуы. Егер адам баласы күн сайын таңертең көзді оңға, солға, жоғары төмен қаратып 30 секундтай жаттықтырып тұрса, есте сақтау қабілеті 10%-ға көтеріледі. Бұл дәлелді қажет етпейтін факт. Тамақтану. Денсаулық пен дұрыс тамақтану есте сақтау қабілетінде үлкен рөл атқарады. Әрине бұл азықтар антиоксиданттарға жатады. Жаңғақ, қара жидек, өрік және цитрусты өнімдерді тұтыну әсіресе тиімді. Дәрумендер. Бұл жердегі көшбасшы В витамині. В12 витаминінің жетіспеуі есте сақтау қабілетін толығымен бұзады. Балық, ет, жұмыртқа, құс өнімдері тағы басқа. Мидың жұмыс жасауындағы ең жақсы көмекші, одан бөлек С және Е витаминдері де қолайлы. Ми тарапынан жасалынатын осындай жаттығулар арқылы есте сақтау қабілетімізді күшейте отырайық. Ес басқа да таным процесімен тығыз байланысты.
Ол әсіресе ойлау процесі үшін өте маңызды. Егер де есімізде ештеңе сақталмаса, онда ойлау процесінде болмағаны. Сондықтан сіздермен мына қарапайым жаттығуды сіздерге көрсеткім келеді. Ол үшін сол қолымызды дөңгелекше қылып, оң қолымызды қайшы сияқты ұстаймыз. Енді осыны бір мезетте ауыстыруымыз керек. Ол үшін жаңағы оң қолымызды дөңгелекше қылып, сол қолымызды қайшы іспеттес келеміз. Егер де осы жаттығуды жылдамырақ жасайтын болсақ, онда біздің есте сақтау қабілетіміз өте жақсара түседі. Видео арқылы сіздерге есте сақтау қабілетінің маңызы мен оны дамыту жолдарын көрсете алдым деп ойлаймын. Жоғарыда көрсетілген ережені сақтап, көрсетілген жаттығуды қайталайық. Біз біргеміз.